Ахмет Байтұрсынұлы, өгіз бен бақа. Бір өгіз айдын шалқар көлге келді, жағалап суаты бар жерге келді. Шілденің сарша тамыз ыссы кезі, бек қатты қаны қашып шөлдеп еді. Су ішіп көлдің шықты жағасына, мал еді көз тоятын қарасына. Артықша бір көл бақа күншіл екен, сол көлдің бақасының арасында. Өгізді суға тойған бақа көрді, секіріп көршісіне жетіп келді. Боламын, менде сонау өгіздей деп, жел тартып, ісіп кеуіп қарнын керді. Сұрады жолдасынан, толдың ба деп, өгіздей анау тұрған болдың ба деп. Өгізбен екеуіне қарап тұрып, жолдасы жауап берді сонда бүйдеп. Өгіздей болу саған қайда шырақ, араңыз екеуіңіздің тымақ жырақ. Оны мен бірдей болып толмақ түгіл, қалпыңнан асқан жоқсың артығырақ. Қарашы, енді қандай болдым, деді. Міне, мен жаңа айдай толдым, деді. Жолдасы тағы қарап денесіне. Қалпында қараң менен формың, деді. Дүниеде мұнан күншіл кемді бақа, зорланды қарнын керіп, енді бақа. Шыдамай жұқа қарын керуіне жарылып, сол арада өлді бақа. Күнәсі күндегеннің жаман қатты, күндейме біреуге Алла берген бақты. Өгізді күндеп, сондай боламын деп, көл бақа онан қанша пайда тапты. Әуелде Құдай өлшеп берген дене, қаншама зорланғанмен артылмапты. Нақыл сөз, әлін білмес әлек деген, осындай әуре болған жаннан қап.